Баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Амансыздар ма қымбатты көрермендер? Бай болу, еш қысылмай жеткілікті өмір сүруді кім қаламайды? Ал дінімізде болса дүние құмарлық құпталмайтын іс. Бірақ бұл нәпақаңды таппай, жалқаулыққа басып отыра бер деген сөз емес. Тек бастысы, Алланың рұқсат еткен адал жолымен ризық табу. Өмірде асқан дәулетті көздеп, байлыққа бастайтын жол деген желеудегі батыстың түрлі техникаларына жүгініп жататындар аз емес. Алайда мұның оңай әрі сауапты һәм жаратушының разылығына бөлейтін тиімді жолы бар екенін естен шығармайық. Алла тағала Құран кәрімде сүйікті құлдарына қалай ризықты арттыруға болатынын көрсетіп қойған. Бірінші, бұл Алладан шынайы қорқу. Талақ сүресінің 2-3 аяттарында Алла тағала былай дейді: кім Алладан қорықса, оған бір шығар жол пайда қылады. Оған Алла ойламаған жерден ризық береді. Ал кім Аллаға тәуекел қылса, сонда ол оған жетіп асады. Сөзсіз Алла өз бұйрығын атқарады. Расында Алла әр нәрсеге бір өлшеу қойған. Екінші жолы әр нәрсеге қанағат ету. Тәубе сүресінің 59 аятында былай делінген: егер олар рас Алланың елшісінің өздеріне бергеніне разы болса, және Алла бізге жеткілікті. Жақында Алла және елшісі бізге мәрхаметімен береді. Расында біз Аллаға ынтықпыз десе еді. Үшінші жолы Алладан кешірім сұрау. Нұх сүресінде Алла тағала келесідей айтқан: сондай-ақ оларға Раббыларыңнан жарылқау тілеңдер. Өйткені ол өте жарылқаушы дедім. Ол сендерге аспаннан мол-мол жаңбыр жібереді. Әрі өздеріңді малдар, балалармен қамдайды. Және сендер үшін бақшалар жасап, өзендер ағызады. Видеомызды жалғастырмас бұрын маңызды хабарландыру. Құрметті көрермендер, сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, отбасы бақыты, иманды күшейтетін дұғалар, тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да, төлем жасап, электронды кітапшаларды бірден алыңыз. Төртінші жол құлшылық ету. Құранда былай айтылған: Мұхаммед, сөз жоқ, Раббың сенің әрі сенімен бірге болғандардан бір топтың түннің 2/3-сіне жақынырақ, жартысында, 1/3 шамасында намазға тұрғаныңды біледі. Сондай-ақ Алла түн мен күндізді шамалайды. Оған сендердің есептей алмайтындықтарың мәлім. Сондықтан сендерге рахым қылды. Түнде тұруды қалдырды. Ал енді Құраннан жеңіл келгенін оқыңдар. Сендерде науқас болғандар, басқалай Алланың мәрхаметінен несіп іздеп, жер жүзінде кезгендер, тағы басқа Алла жолында соғысқандар Аллаға мәлім. Ендеше Құраннан оңай келгенін оқыңдар. Және намазды толық орындаңдар да зекет беріңдер. Алла үшін көркем қарыз беріңдер. Және өздерің үшін алдын ала қайыр істесеңдер, оны Алланың қасында жақсы, зор сыйлық түрінде табасыңдар. Алладан жарылқау тілеңдер. Шын мәнінде Алла тым жарылқаушы, ерекше мейірімді. 5-ші жолы шүкіршілік ету. Ибрахим сүресінде: сол уақытта Раббыларың, егер шүкір етсеңдер, арттыра беремін. Ал егер қарсы келсеңдер, азабым тым қатты деп жариялады. 6-шы жолы тапқаныңды жақсылыққа жұмсау. Құранда Сәбә сүресінде Алла тағала былай дейді: Мұхаммед, рас Раббым несібені құлдарынан кімге қаласа, кеңітетте оған өлшеп тамапта береді. Тиісті орынға бір нәрсе жұмсасаңдар, сонда Алла тағы есесін береді. Ол ризық берушілердің ең жақсысы де. 6 жолды қайта айтып өтетін болсақ, Алладан шынайы қорқу. Әр нәрсеге қанағат ету. Алладан кешірім сұрау. Құлшылық ету. Шүкіршілік ету. Тапқаныңды жақсылыққа жұмсау. Міне, құрметті көрермендер, Құранда бай болудың осындай жолдары айтылған екен. Әр мұсылманға Алла тағала 2 дүниенің бақыты мен байлығын нәсіп етсін. Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.